Көрікті мекен бағдарламасы Кереку жеріндегі сапарын жалғастырады. Бұл шығарылымда Ақсу қаласын, Евгеньевка ауылын аралаймыз. Балаларға арналған экотехникалық орталыққа барамыз, металдың қалай балқитынын көреміз. Осы өңірді сүтпен қамтамасыз етіп отырған шаруа қожалығына соғамыз. Қолөнермен айналысатын оқушы балалардың шеберлігіне куә боламыз. Біз Павлодар облысы Ақсу өңірінеміз. Ақсу әлемге несімен танымал, білесіз бе? Бұл посткеңестік елдердің ішіндегі алғаш Грэмми жүлдесін иеленген Иманбектің туып өскен жері. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздермен мен Дәулетхан Ыдырыс. Көрікті мекен Ақсудың кереметтерін бірге тамашалаймыз. Бұрын қаланың орнында Ақсу деп аталатын шағын ауыл болған. 19 ғасырдың соңында Екібастұздағы көмір кен орнын өндірістік көлемде игеру мақсатында жұмысшылар кенті болып қайта құрылды. Ресейден келген қоныстанушылар көбейген сайын, ұлан-ғайыр даладағы жер-су атаулары да өзге тілде сайрап шыға келді. Шағын елді мекен әу баста Глинка деп аталды. Кейіннен Ермактың аты берілді. 1961 жылы ол қала мәртебесіне ие болды. Қазақ елі тәуелсіздік алғаннан кейін, нақты айтқанда 1993 жылы Ақсу деген тарихи атауын қайтарып алды. Еліміздегі ірі кәсіпорындардың бірі Ақсу ферроқорытпа зауыты. Осы қалада орналасқан. Оның жалпы аумағы 700 гектар жерді алып жатыр. Жыл сайын 1 миллион тоннадан астам өнім шығарады. Бұл елімізде өндірілетін ферроқорытпаның 60%. Хром, кремний, марганецті қорытпалардың қалай алынатынын өз көзімізбен бақылап көрейік. Біз Ақсу ферроқорытпа зауыттамыз. Мұнда хром және тағы да басқа қоспалар өндіріледі. Хром шикізаты Америка, Корея, Ресей және тағы да басқа мемлекеттерге экспортталады. Жалындап жатқан оттың қызуы бет қаратпайды. Бұл цехта осындай 6 пеш бар. Әр пеште 4-5 адамнан жұмыс істейді. Осы Ақсудың тумасы боласыз ба? Жоқ, мен өзім Алматы қаласының тумасы болам. Мәскеу қаласында Московский институт стали сплавты бітірген. 2016 жыл бері жүйері жұмыс істеп, сол ең жаңағы горновой дейді, ең бізде 5-ші разрядтан бастап, сосын плавильщик 7-ші разрядқа, сосын мастердің көмекшісі, мастер, старший мастер, қазіргі зам начальник цеха болып. Цехтағы жұмысты осы жерден бақылауға болады. Жүйе толықтай автоматтандырылған. Ең бастысы, пештегі қызуды бір қалыпта сақтау керек. Бір пеште 3 электрод болады. Осы электрод арқылы шықтауы материал дейміз ғой, соны балқытады. Тоқ, 3 электродтың тоқтары жүйесі осыған мән беріледі. Бір қалыпты болу керек. Бір қалыпты болса, онда металымыз жоғарырақ болады. Ферроқорытпа зауытында жұмыс істейтін Мәди Әлімжановтың бұл зауытқа келгеніне 7 жыл болды. Әуелі пеш жанында жүретін қара жұмысшы болып бастаған. Қазір ферроқорытпа цехының балқытушысы деңгейіне жетіпті. Мамандығым экономист негізі. Бұл қашаннан бері жұмыс істеп жатырсыз? Жұмыс 2016 жылдан бастап істеп отырмын. Оның алдында 6 жыл банк қызметкері болдым. 2016-та осы. Не түрткі болды келуге? Осы Ақсу ферроқорытпа зауытының арқасында үй алдық, машина алдық, жағдайларымызды жасадық. Баянауыл аудан аумағында демалыс орны бар. Онда қыста да, жазда да. Өзім жаз мезгілінде семьямды алып, сол табиғатын тамашалап, Баянауылдың балаларды тауға шығарып, бассейн бар балалар. Сол бассейнға түсіріп, демалып қайтып барып келіп отырамыз. Біздің зауыттағы қысқаша экскурсиямыз осымен тәмам. Енді қала өміріне ойыссақ. Ақсу қаласындағы балаларға арналған экотехно орталықтың аты затына сай. Ішіне кірсең, ертегілер әлеміне тап болғандайсың. Жап-жарық, тап-таза. Қайда қарасаң да балалардың еккен гүлі мен қолдан жасаған бұйымдарын көріп сүйсінесің. Бұл Ақсу экотехно балалар орталығы. Мұнда 26 үйірме жұмыс жасайды.
Онда 1500-нан астам бала қосымша білім алады. Балалар қоғам, табиғат арасындағы барша заңдылықтарды осында үйренеді. Жалпы біздің ауданымыз 3,5 гектар жерді құрайды. Оның ішінде бізде 10 учаскіміз отырғызылған, ол алма ағаштары, міне президенттік қуат орманы фондымен алдыңғы жыл 2022 жылы отырғыздық. Одан кейін декоративті гүлдер, алма ағаштары, көкөністер бар. Және де осы жаз бойы әр жыл сайын бізде лагерь, экоәлем лагері жұмыс істейді. Мұнда 2 спальный корпус орналасқан жататын, және де асхана корпусы бар, 60 балаға. Мынау туризм үйірмесінің мүшелері. Жеткіншектер туристік жорыққа қандай заттар алып шығу керек? Табиғат аясында қалай күн көруге болады? Тосын қауіптен қалай қорғану керек деген мәселелермен жете таныс. Туризм саласы бойынша өтетін сайыстарға қатысып, қарсыластарына дес бермей жүрген топ. Біздің тобымыз Ақсу қаласының командасы бірнеше рет бірінші, екінші жүлде орынға ие болған. Біз экспедиция менің отаным Қазақстан, ол Баянауыл ауданында өтетін 13 регион қатысса, сондан біздің командамыз барып, жүлдеге орын алып келді. Сюрприз студиясының бишілері өзбек биін үйрену үстінде. Сахнаға шығып үйреніп қалған бүлдіршіндер камерадан қысыла қоймады. Тал шыбықтай майысып, шырқ үйірілгенде, таң қалмай, шапалақ соқпай тұра алмайсың. Жас бишілер бұл үйірмеге 2021 жылдан бері қатысады екен. Қысқа уақыттың ішінде біраз белесті бағындырса керек. Топ жетекшісінің әңгімесінен соны ұқтық. Біз халықаралық, республикалық байқаулардан бірінші орын жүлдегері алып, қазір мақсатымыз алдағы уақытта гран-при алуға жұмыс істеп жатырмыз. Қайырлы күн баршаңызға. Біздің Ақсу балалар экотехно орталығында көптеген жаңаша үйірмелеріміз ашылып келе жатыр. Солардың бірі біздер экология және биология бағытына аса үлкен назар аударамыз. Экология, биология бағытындағы үйірме балаларды ғылыми жобалармен айналысуға баулайды. Оқушылар табиғатты қорғау, қоршаған ортаны көздің қарашығындай таза ұстау, айналаны көгалдандыру сияқты мәселелер бойынша әртүрлі тәжірибе жасайды екен. Билік жұмыстары жай ғана мысалы алатын болсақ, чемедақ гүлі далада өсетін болса, біз оны осы бөлме өсімдігі ретінде өсіріп көріп жатырмыз. Сонымен қатар бізде мында теплиц осында өседі, расада дейді. Жылыжай. Сосын жылыжайға барып, ары қарай өсіріп, және де бизнес жасауға өткізеді, сатады. Жылыжайда өскен өсімдіктерді, яғни жеміс-жидектерді оқушылар сатады, яғни пайда көреді. Осы орталыққа жақын жерде жылыжайларыңыз бар ма? Иә, бізде 2 жылыжай. 2 жылыжай. 2 жылыжайларыңыз арқылы балалар бизнес бастауды үйретеді. Орталықта балалар өсімдік әлемімен танысып, жануарлар дүниесіне де зер салады. Олардың мінез құлқы мен әдеттерін зерттейді. Бойларына табиғатқа деген сүйіспеншіліктің дәнін егеді. Оқушылар өте қызығады. Өздері келіп, тамақтарын әкеліп, өздері осыларды асырайды. Экотехно орталығындағы балаларға жасалған жағдай тым ерекше. Қазақстанды қанша жерін араласақ та, мұндай орталықтың баламасын көре алған жоқпыз. Оны да айта кету керек. Балаларды табиғаттың заңдылықтарына үйрету, жануарларға махаббат пен мейірімді көрсету, бұның барлығы орталықта қамтылған. Балалар орталығында келген қонақтардың тілек жазатын бұрышы бар екен. Бұл дәстүрді біз де бұзбадық. Ақсудың ине ұстауға икемі бар, қол өнерге жаны құмар оқушы қыздарын іздесеңіз, осы жерден табасыз. Мемлекеттік арт-спорт бағдарламасы бойынша ашылған орталықта 6 мен 17 жас аралығындағы балаларға құрақ құрауды, киімді пішіп тігуді, кесте тігуді, тұрмыста қолданатын әртүрлі декоративтік бұйымдар тігуді үйретеді. Этнотақия бұл жерде міне әшекейлеп, осының барлығын өз қолдарымен міне әшекейлеп тігіп шығады. Міне мынау қыздардың өздерінің жасаған шашбау, міне осындайларды да жасайды, тек қана тігінмен емес.
Жас шеберлердің қолынан шыққан бұйымдар көздің жауын алады. Декоративті жастық, матадан тігілген доп, қыздарға арналған қамзол, тақия, қол сөмке, керекті дүниенің бәрі бар. Бұл декоративный жастық, мынау роза гүлімен, Есіміңіз? Ботагөз. Не деген әдемі есім. Ал Ботагөз, жұмысыңыз туралы айтыңыз. Роза гүліндегі жастық. Декоративный үйде, диванға. Қыздарымыз ең алғаш келген кезде қолдарына енді ине ұстап, инені сабақтауында білмей келсе, қазір Құдайға шүкір жасаған дүниелерін өздері сатып, тіпті тапсырыс алып та үлгеріп жатыр. Табыс тауып, тапсырыс алып үлгеріп жатыр. Бұл жерге келген балалар әуелі теориялық білім алады. Техникалық қауіпсіздік ережелерімен танысады. Іс тігуге содан кейін ғана кіріседі. Олар бір жылдың ішінде осы кәсіпті кәдімгідей игеріп алған. Тіпті түрлі жарыстарға қатысып, жүлделі орындар иеленіпті. Жалпы тігіншілік өнері баланың өтпелі кезеңдегі уақытша қызығатын әуесқойлық сезім емес. Әлемді аузына қаратқан небір дизайнер мен модельердің алғашқы әліппені осындай елеусіз, шағын ғана ұстаханадан үйреніп шыққаны белгілі. Болашақта Европадағы сән әлемін мойындатқан қазақ қыздары осы Ақсудан шықты десе, түк те таңғалмаңыз. Мұрат Ыдырыс, Қазақстанның 4 дүркін чемпионы. Сочиде өткен дүниежүзілік айвыс ойындарының қола жүлдегері, Пара Азия ойындарының қатысушысы. Қанша уақыттан бері айналысып келе жатсыз? 2008-ден. Әуелі қызығушылықтан басталды ма? Иә. Қызығушылықтан басталды. Онда мен ауылда тұрам ғой кезде. Май ауданында сонда 3 жада бастаған. Ақырында. Сол секцияға барасың, күндіз үйде отырасың ғой. Сосын иә, сонда спорт директоры пандус жасап шақырған біздерді. Уақыттарында бос өткізбей, үйде келіп жаттыңыздар деп сол кезде бастадық. 2008 жылы. Сосын 2010 жылы Ақсуға көшіп келгесін, о жақта жаттағам. Мұрат тенниспен кәсіби түрде айналысып қана қоймайды. Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың арасында әдіскер болып жұмыс істейді. Бұл кісі де келіп жұмасына 2 рет жаттығады. Бізде мында бейімді футбол бар, жан жақта ойнайды бұлар. Сосын енді паралимпиада спорт түрлерінен бізде жаңағы стөл теннис, пара стөл теннис, сосын садақ ату, оқпен ату биыл ашылды міне секция. Жаңа тир ан жақта. Бұл жерде бәрі жағдай жасалған. Пандус, жаңа дәретханасы бар, кіріп шығу бәрі жасалған. Сол жерде жаттығады. Жеңіл атлетикамен стадион ашылды. Осы уақытқа дейін біраз белесті бағындырған спортшы енді Париж 2024 жазғы олимпиада ойындарында бағын сынап көргісі келеді. Ол үшін Қазақстан чемпионатында жеңіске жетіп, шет елдерде өтетін классификациялық жарыстарға қатысуды жоспарлап отыр. Біз Ақсу қалалық әкімдігінің құрамына кіретін Евгеньевка ауылындамыз. Бұл ауылға ат басын арнайы бұруымыздың бір құпиясы бар. Бұл мектепке келген себебіміз өзге ұлт өкілі қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ береді екен. Жақынырақ танысайық. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз, қош көрдік. Мен мектеп директоры Гүлнар Құмарханқызы. Қуаныштымын. Қай сабаққа барамыз? 4-ші А сынып, 9-ші сыныпқа барамыз. Бастаңыз. Қазақ тілі әдебиет. Балалар, бүгін біз арғарай бөлімімізді жалғастырамыз, ғарышқа саяхат. Ал біздің ауылымызда Юрий Гагарин атындағы тағы не бар? Так, Дима, не бар? Не бар бізде? Юрий Гагарин ескерткіш бар. Ескерткіш бар, және тағы не бар? Көше бар. Енді ең басты сұрақ қандай? Юрий Алексеевич Гагарин кім? Дениска не айта ғой. Людмила Қайырғожина
орыс сыныптарына қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ береді. Өзі де мектепте 11 жыл орысша оқыған. Бала кезінен мұғалім болуды қалаған қыз мектеп бітіргеннен кейін сол арманына қол созыпты. Павлодар педагогикалық колледжға барып, әке-шешемен сонда комиссия мүшелері отырады ғой. Сол кезде бастауыш сынып мұғалімі, орыс сыныптарындағы қазақ тілі мен әдебиет мұғалімдері болды мамандық таңдауға. Енді көзге түскен сол болды. Сосын әкем сол жерге апарды. Сосын комиссия мүшелері барлығы таңғалып, неге? Енді мен ол кезде қазақша түсіндім, бірақ та сөйлеген жоқпын. Людмила оқу бітіргеннен кейін осы мектепке жұмысқа тұрған. Бой жеткен үшін бұл білім ордасы құтты мекен болып шығыпты. Осы жерден өзінің өмірлік серігін кездестіріп, қазақ жігітімен бас қосады. Бұл жағдай оның қазақшасын жетілдіруге де септігін тигізіпті. Тілді үйрену үшін орта керек. Сол жерде біз бір жыл ата-енемен бірге тұрып, қазақтың салт дәстүрін ұстану жағы сіздерде қалай? Қазақ халқының барлық салт дәстүрлерін ұстанып жүреміз. Қазақтың қандай ұлттық тағамдарын жасай аласыз? Бешбармақ, бауырсақ. Енді жұмасына 1-2 рет бауырсақ жасаймыз, шелпек пісіреміз, қазы, қарта деген барлық. Людмила биыл өмірінде алғаш рет ораза ұстапты. Әңгіме барысында байқағанымыз, ол қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі ғана емес, қазақтың келіні деген міндетін де мінсіз атқарып жүргенге ұқсайды. Людмила ханым, сізге көптен көп рахмет. Жұмысыңызға алдағы уақытта жеңіс, табыс тілеймін. Ал балалар, сау болыңыздар. Людмиланың жұбайы осы мектепте дене шынықтыру пәнінен сабақ береді екен. Ол кісімен де 1-2 ауыз сұхбаттаса кеткіміз келді. Осыдан 20 жыл бұрын осы мектепке жұмысқа келгенде, екеуміз бір мектепте болды да, жұмыс істеп, содан бір кешке таман дискотека бар. Осында қазір Юрий Леонидович деген мұғалім бар, ЗДВ болып істейді. Сол кісі таныстырған бізді. Мен молодой специалист деп, ол 1 жыл бұрын жұмыс істеген. Содан танысып, содан бір уақыт өте келе, отбасы құрайық деп шештік. Қазақша үйреттіңіз бе? Көмектестіңіз? Қазақша басында үйреттік, бірақ дегенмен ол өзі оқу бітіріп келгенде, анам қазақ тілінен мықты болды да. Анаңыз тікелей көмектесті? Анам тікелей көмектесті. Ардагер мен Людмиланың Ерәлі есімді 6 жасар баласы бар. Даярлық тобында қазақ сыныбында оқып жүр. Дегенмен Ардагер баласының қазақшасы нашарлау екенін айтып қалды. Көп баланы көрдім. Кім бала кезден орысша сөйлеп, мектепке келгеннен кейін, 1-2 жылдан кейін қазақшасын алып кетіп, қазақ тілінде сөйлеп кетеді. Анасы қазақ тілі мұғалімі болғанмен, мен енді анасын акцент жасаймын. Мен етпесем, мен дене шынықтырудан бүкіл физикалық жағдайларын жасаймын. Сенің міндетің баланы қазақша үйретіп, қазақ тілінде сөйлететін болды. Ұяда көргенін іліп, кішкентай Ерәлі де қазақ тілді азамат болып өсер. Ал әзірге мектеп директоры бізді осы мектептің өзге бір оқушысымен таныстырмақшы. Бізде мектепте дебат және жас ақын деген бізде клуб бар. Бізде Тіленіш деген Еркебұлан, 8-ші қазақ сыныбының оқушысы, ол біздің мектептің президенті. Ол өзі шығарма жазады, сөйлемдер жазады, жақсы облыс бойынша, республика бойынша 1-2 орынға марапаттанады. Ақынмен кездесе аламыз ба? Кездесе аламыз, ол мектепте. Өлең жазуыма өзімнің ұстазым себепші болды, ең алғаш. Ұйқасырлаған кездерің болды ма? Иә, ең алғаш өлең жаза бастаған кезде болды. 1-2 ұйқасталып, арғай өзім ұйқастыратым. Бірақ соңғы осы 1-2 жылда ұрлаған жоқпын. Ақын бала осы уақытқа дейін 100 шақты өлең жазып, 2 кітап шығарыпты. Соның ішінен өзіне ұнайтын Абай атасына арнаған жыр жолдарын бізге шабыттана оқып берді. Ақ денелі қарт қыстың ақтық демі аптығып, жазғы тұрғы қоңыр жел жаңғылтамды жаттырып, бес асылды, ғылымды, шырқап жазған жырларың жанарыма жақты үміт. Сезінемін, көремін. Мен жазатын өлеңсіз, сыр аспанға ақ болып та, бақ болып та төнерсіз. Мұра болған біздерге, сізден қалған өнеге салып кеткен дара жол, мұқаң жазған өнерсіз. Еркебұланның өлеңінен алған әсеріміз тарқамай жатып, тағы бір жағымды жағдайға тап болдық. Болдыңыз ба? Болдым. Қазақша суда екенсіз ғой? Енді Қазақстанда тұрып қазақша қалай дейміз?
әкем қазақша сөйлейтін, туған кезіммен өлең айтатын ол кісі маған. Соң қазақша школға бардым, қазақша школ бітірдік. 18 класс бітіріп Ашеман деген жерде майскері жақта. Сұрағым үшін кешіріңіз, қай ұлттан азамат боласыз? Өзім орыспын, күйеуім неміс. Сол май жақтан Чапаев деген жерде тұрған. Ол кісілердің бәрі қазақша біледі. Балаларым да қазақша біледі, кішкене сөйлейді. Уже немерем осы школға барып, о да кішкене сөйлейді. Қазақ не балаларыңыз да қазақша біледі? Біледі. Жұбайыңыз да біледі? Жұбайым да біледі. Ата, менен бәрі сол қазақша сөйлейтін кісілер. Қазақ ортада өстіңіздер ғой түсінген? Қазақта не то, что өстік. Туған жерім Қазақстан осы. Мектептен көңіліміз көтеріңкі шығып еді, мәдениет үйіндегі күй тартқан балаларды көріп, одан әрі марқайып қалдық. Добровой ансамбль Құлағымыздағы балбырауын күйінің күмбірі басылмай жатып, Сейдолла Бәйтерековтің әнін тыңдауға кірістік. Сағынышқа толы Сарыарқа әні жүректі шымырлатады. Ерлі зайыпты Бақыт Бақдәулет пен Күлән Қойлыбайды 1992 жылы Моңғолиядан Қазақстанға қоныс аудартқан сол сағыныш еді. Өнерлі жоп тарихи отанына келген соң отбасылық ансамбль құрып, атын Атамекен қойыпты. Тарихи отанымызға аңсаған ата-бабамыздың жері, қасиетті киелі топырағымызға келгенде өнерменен халқымызды сусындатып, рухани азық сыйлау мақсатында осы ансамбльді осы жерге келгесін аштық. Халықтық ансамбльміз 2009-да алғанбыз, содан бері сол халықтың ортасында жүрміз. Жалпы ансамбльдің құру мақсаты да осы халықтың арасында ұмыт болып жүрген және де ұмыт бола бастаған ескі көне күйлерді дүниеге әкелу, содан кейін ұмыт бола бастаған халық әндерін насихаттау, сол мақсатында құрғанбыз. Қазір енді осы Атамекен ансамбліне 30 жылдай болды. Өздерінің 5 баласын ата жұртымен қауыштырып, арманына жеткен ерлі зайыпты бүгінде 11 немере сүйіп отыр. Олардың ішінде де атасы мен әжесінің жолын қуып, сахнаға шығып жүргендері бар. Ақсу өңірінде ауыл шаруашылығы да жақсы дамыған. Евгеньевка ауылдық округінің өзінде 23 шаруа қожалығы бар. Солардың біреуіне біз де соқтық. Бұл жердегі Симментал, Айшир, Галштина сияқты асыл тұқымды сиырлардың жалпы саны 2000-ға жуықтайды. Мұнан бәрі саулатын сиыр, мұнан ішіндегілер. Мұнан бәрі саулатын сиыр, бірақ та бәрі группа-группамен тұрады. Бірінші высокодойлар саулат, жақсы сүт беретін саулат, содан кейін средний, орташасы, сосын кейін низкий. Мал сауы ісі толық автоматтандырылған. Желіні жер сызған жануарлар үйреншікті орнына келіп тұра қалып жатыр. Ал сауынша олардың желінің арнайы сұйықтықпен зарарсыздандырып, таза шүберекпен сүртуде. Сүтті көбейту үшін біз ешқандай витамин бермейміз. Бізде жаңағындай полноценный рацион бар. Высокодой деген малдар, высокодойға рационы кішкене басқа бөлікші, средний удой деген бар, орташа оңқыда бөлікші, кішкене аздау. Сосын низкий удой деген бар, олар бұзалайтын алдында запуск, перед запуском деген бар олар. Олардың тамақ тоже бөлек. Сол тамаққа байланысты қанша сүт береді, сойшы тамақ жейді деген сақылда. Сиырдың сүті тілінде. Бұл жердегілер сүтті көп алу үшін жануарларға табиғи жем шөпті молынан беретінін айтты. Оған қоса жаңа туған бұзауларды 3 күн бойы уызға тойғызамыз дейді. Ақсу өмір сүруге қолайлы. Өнер кәсібі мен ауыл шаруашылығы қатар дамыған. Жастары спорт, өнер білімге құштар. Тіпті Иманбектей ұлының арқасында аты күллі әлемге мәлім болған қала. Елімізде көрікті мекендердің көп екеніне тағы да көз жеткіздік.